Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Бүгінгі көңіл күйлерің қандай балалар? Жақсы. Сыныпта кім жоқ? Ben бар. Жақсы балалар. Олай болса, өткен тақырыппен жаңа тақырыпты байланыстыру мақсатында біз қазір бақыт мекен атты саяхатқа шығамыз. Саяхатқа шығу үшін біз немен шығады екенбіз? Нені көп түсіндір балалар? Пойызбен шығамыз. Ал пойызға міну үшін не істеуіміз керек? Билет алыңдар. Ал балалар келіңдер, билет алыңдар. Тездетеміз балалар. Балалар отырыңдар, отырыңдар. Тездетеміз. Бұл билеттің артында балалар сұрақтар қойылған, ол сұрақтар өткен тақырыптағы үй тапсырмасы бойынша сұралатын сұрақтар. Ал кім жауап береді? Кім дайын? Тездетеміз балалар. Айта ғой. Батаның керуді тәртібі. Батаның керуді тәртібі. Біріншіден Кім береді? Сіздерге береді екен, атаға не болмесе әжеге де беруге болады екен. Келесі. Атай болады. ас батасы, жол батасы, лет батасы, рамазан батасы. Ой, жарайсың, Роза, өте жақсы, айта ғой. Ой, өте жақсы, жарайсың. Так, айта ғой. Алик, айта ғой. Сенікі қандай сұрақ екен? Айта ғой. Отбасының мүшелерін айтады. Атам, әжем, анам, әкем, бауырым, інім, мен. Өте жақсы, жарайсың. Сен айта ғой. Сенде қандай екен? Не деп жауап? Бақыт билет екен. Бақыт билетінде бұл жерде сұрақ жоқ екен. Ал, Мариям. Әкесінің әкесі кім? Әкесінің әкесі ата. Жарайсың, Мариям. Жақсы. Карина айта ғой. Ризашылық білдіретін сөз. Рахмет. Өте жақсы. Сәбина айта ғой. Батаны кім береді? Үлкен кісі және ата. Үлкен кісілер береді екен, Отбасының мүшелерін ата. Әже, ана, мен, сіңілім, әпкем, аға. Жарайсың, жақсы. Құрбанда қандай билет екен? Менде бақыт береді. Сенде қандай билет екен? Отбасынан басталады. Одан отбасынан басталады. Мақалда аяқтау болды, Балалар, енді билеттерінің арт жағында тұлпар тобы деп тұр. Тұлпар тальго пойызына келіп жайғасады. Екінші билетте бәйтерек тобы деп тұр. Ол бәйтерек жүрген пойызына келіп отырады. Кәне орындарыңызды табыңыздар. Балалар, енді қазір сабағымызды бастамас бұрын экранға назар аударайық. Қажымұқан мультфильмін көрейік. Şehircilikte koyduğunuz yükseliyor. Yerinde koyduğunuz böyle kendi oldu. Балалар, олай болса бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болады? Не істеді Қажымұқан?
көмектесті. Олай болса бүгінгі сабағымыздың тақырыбымыз қандай екен? Көмектесу. Әкеліңіз, көмектесейік. Сабақтың мақсаты балалар. Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну. Мәтін құрауда жалғау түрлерін дұрыс жалғап жазады екенбіз. Балалар, бақыт мекені аттану үшін жаңа сөздермен таныстар алдында бірінші мәтінді тыңдайық. Адамдар бір-біріне құрмет көрсетуі керек. Бұл сыпайылық пен әдептілікке жатады. Кішілер үлкендерге құрмет, үлкендер кішілерге үлгі көрсеткені дұрыс. Үлкенді сыйлау жақсы қасиет. Әр бала өз үйінде атасын, әжесін, әкесі мен анасын құрметтегені жөн. Мектепте мұғалімдерге құрмет көрсету жақсы тәрбиенің белгісі. Әлібек өте тәрбиелі, мейірімді, ақылды бала. Атасы оған ақыл айтып, жақсы істерге үйретеді. Әлібек атасының сөзін тыңдайды. Атасын сыйлайды. Әлібек көшеде үлкен кісілерге көмек береді. Оларға көшеден өтуге, автобустан түсуге көмектеседі. Үлкен кісілердің сөмкелері ауыр болса, үйіне апарысады. Олар Әлібекке алғысын айтады. Олай болса, балалар, жаңа сөзбен танысайық. Карина, Сыпайы, Мариям, көмек, апарысу, әкелісу, тәрбиелі, алғыс. Өте жақсы балалар. Ал енді балалар, бақыт мекеніне жету үшін өте қызықты тапсырмаларды орындауымыз керек. Ол біздің бірінші аялдамамыз. Балалар, бірінші аялдаманың тапсырмасы орындаймыз. Дәптерлеріне орындауларға болады. Міне, балалар, мына жерге дискрипторге мән беріп қойыңдар. Бұл жерде ұпайларын, балдарын жазып тұр. Кәне орындайық. Бірінші тапсырмасында тақырып береміз мәтінге. Мәтіннен тірек сөздерді тауып жазамыз. Орындаймыз балалар. Көмектесеміз балалар, бір-бірімізге көмектесеміз. Ксения, а почему тут два листа одинаковые? Ал балалар қай топ дайын? Кәне? Бір топ дайын. Ал жақсы айтады. Кім айтады? Тақырыбын не деп қойдыңдар? Көмектесу. Көмектесу деп қойды, өте жақсы. Қандай тірек сөздер таптыңдар? Құрмет, сыпайылық, әдептілік, құрметтегені, үлгі, тәрбиенің белгісі. Өте жақсы. Дәлелдеңдер енді? Құрмет деген. Құрмет деген ол үлкен кісіге қызмет беріп, бірінші кірміші береді. Көмектесті, бірінші жол береді. Бір-біріне көмектеседі. Өте жақсы. Ал келесі топ. Ал ол кісілер балаларға алғысын айтады. Өте жақсы. Жарайсың. Кәне? Роза, тақырыбын не деп қойдыңдар? Тақырыбын үлкенге құрмет. Үлкенге құрмет деп қойыпты, жақсы. Қандай тірек сөздер таптыңдар? Құрмет, сыпайылық, үлгі, тәрбиенің белгісі, алғыс айту, апарысады, алғысын айтады, құрметтеу. Өте жақсы. Қандай дәлелдейсіңдер? Үлгі. Үлгі, қандай Кішілерге үлгі болу керек. кішілерге үлгі болу керек екен. Балалар, келесі аялдамамыз шатасқан алға әдісі бойынша екінші аялдамамыз. Бұнда не істеуіміз керек? Алқадан қажетті жалғауды тауып, үндестік заңына сай дұрыс жазуымыз керек. Балалар, дискрипторге қараймыз.
ұпайларымыз жазылып тұр. Жалғауды дұрыс жалғауымыз керек. Енді балалар, еске түсіріп жіберейін кішкене. Мысалы, Қ дыбысына тәуелдік жалғауын жалғағанда Г дыбысына өзгереді екен. Енді орындаймыз балалар тапсырманы. Айта ғой. Біздің көмегіміз. Сендердің комментарі. Менің сыпайылығым. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Балалар, міне біз енді 3-ші аялдамаға жеттік. Мәтіндегі әрекеттердің қазіргі өмірде көрініс табуда көз қарасыңызды білдіріңіз. Олай болса, әлбектің әрекеті қазіргі өмірде әлбеттің балалар көп пе? Балалар дискрипторге қарап қойыңдар. Ұпайларыңызды санап отырыңыздар. Қай топтайын айта қойыңдар. Бос топтайын. Ал айтыңдар. Құрбан. Карина кім жауап береді? Мария. Айша жауап береді. Ал Айша жауап береді. Атасын сөзін тыңдайды, иә. Атасын сыйлайды, иә. Көшеде үлкен кісілерге көмектеседі, иә. Автобустан түсуге көмектеседі, иә. Үлкендерге орын береді, иә. Ауыр сөмкені көтерседі, иә. Дұрыс, Айша. Енді сен сол әрекетті осы қазіргі өмірмен салыстыруларыңыз керек қой. Кәне? Кім ести алады? Мен Ал айта ғой. әкеме сыртқа көмектесемін. Сырттағы жұмыстарға көмектеседі екен. Ал Алик айта ғой. Мен әкеме шөп тасуға көмектесемін. Шөп тасуға көмектеседі екен. Дұрыс айтасың. Анама саяқты жууға көмектесемін. Өте жақсы, Карина. Мен автобуста үлкендер кісіге орын беремін. Үлкен кісілерге орын береді. Жақсы, өте жақсы. Ал бәйтерек тобы жауап береді. Ал айта қойыңдар. Мен анама көмектесемін. Үй шаруаны көмектесемін. Үй шаруасына көмектеседі екен. Жақсы, бір жаққа. Мен үлкен кісілерге автобустан шығуға көмектесемін. Ой, өте жақсы. Роза айта ғой. Мен анама ыдыс жұмысын көмектесемін. Ыдыс жуып көмектеседі екен. Мен әкеме сырттағы далаға жинауға көмектесемін. Сыртта даладағы жұмыстарды жинасуға көмектеседі екен. Мен тамақ жасауға көмектесемін. Өте жақсы, қандай жақсысыңдар балалар. Ал осы дискрипторге қарап, өздеріңнің ұпайларыңызды қойып отырыңыздар. Ал балалар, 3 аялдамадан өтіп, бақыт мекеніне жеттік. Олай болса, қанша ұпай алдыңдар, қанша балл алдыңдар? Кәне, кім айтады? Карина. Мен 10 балл алдым. 10 балл алдым. Айша айта ғой. Мен 9 балл алдым. Өте жақсы. Мен 10 балл алдым. Мен 10 балл алдым. Өте жақсы. Бұл жақта. Өте жақсы. Балалар, Құрбан айта ғой. Мен 10 балл алдым. Мариям айта ғой. Мен 10 балл алдым. Өте жақсы. Бүгін балалар бәрі сабақта жақсы жауап берген екен. Олай болса, біз шежіре ағашына келіп тоқталып, үш жердегі балалар өз ойларында сұрақ бойынша айтып жіберсеңдер, кәне, бірінші сұраққа кім жауап қажетінде қандай жұмыс жасады балалар? Осы мақсатқа жету үшін қаншама қызықты тапсырмаларды орындап, өстіп жақсы балл алдық. Қызықты өте. Келесі сұраққа кім жауап береді? Мен Әлібек сияқты болғым келеді. Үлкендерге көмектесу. Көмектесемін, үлкендерге көмектеседі екен. Ал сұраққа. Үлкен кісілерге көмектесе алатыныма ризамын. Өте жақсы. Бүгінгі сабақ ұнады ма балалар сендерге? Өте жақсы. Біз өз
Maqsadımızga жетdikmi сабаққа? Иә. Өте жақсы. Олай болса үйге тапсырмаға алып қойыңдар. Мен қандай баламын деген тақырыпта эссе жазып келеміз. Осымен сабақ бітті. Сау болыңыздар. Сау